Мектебімізде бір бала болатын. Ол сөйлей алмайтын. Біз әріптерді бірге үйрендік. Әнді де бірге айтатынбыз. Бірге серуендейтінбіз. Театрға да, хайуанаттар паркіне де бірге баратынбыз. Бірақ ол баланың көмектесетін күтушісі болатын. Бала басқа балалар сияқты сынып бойынша кезекшілік жасайтын, сабақтарында орындайтын. Ал бірінші сыныпты бітірген кезде әлгі бала да сөздерді онға бөліп оқитын болды. Мұғалім оның анасына оқи алатын балады деп айтты. Сонда анасы қуанып көзіне жас алды. Ерекшеліктерге құрмет көрсетіліп, бағаланатын, кемсітушілік пен орныққан жалған көзқарасқа орын жоқ. Балалар мен ересектер жынысына, жасына, ұлтына және мүмкіншіліктеріне қарамастан тең құқылы болып саналатын қоғам. Мұндай қоғам инклюзивті қоғам деп аталады. Бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз.